Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін кеспе көже дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқаның үстінен тұзды саламыз, суды құямыз, жақсылап араластырып, кішкене ғана ұн салып, қамыр елейміз. Қамыр бізде қатты болып шығуы қажет. 1-2 минут шамасында қолымызбен жақсылап осылай араластырып илеп аламыз. Одан соң пакетке салып 10 минуттай шамасында қойып қоямыз. Енді қазанға майды құйып қыздырамыз. Пиязды салып жақсылап қызарғанша қуырамыз. Үстінен фаршты саламыз. Тағы да жақсылап қуырып аламыз. Енді томатты салып 1-2 минут шамасындай осылай араластырамыз. Одан соң қажетті мөлшерде суды құямыз. Тұзын салып, кесілген картоплымызды саламыз ішіне. Одан соң бетін жауып, қайнағанша қалдырамыз. Қайнағаннан соң дәміне қарай тұзын салып, бетін жауып, картоп піскенше қалдырамыз. Енді қазанымыз қайнап жатқан кезде қамырымызды алып жаямыз. Енді қамырымызды осылай қолымызбен жақсылап басып шығып, оқтаумен жұқа етіп қамырымызды жайып шығамыз. Міне қамыр бізде осындай болады қалыңдығы. Қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа. Осылай видеода көрсетілгендей орап, жіңішке етіп, кесіп шығамыз. Дайын болған қамырымызды араларын ашып, қойып қоямыз. Картоп піскеннен кейін дәміне қарай дәмдеуіштерді саламыз. Енді сорпаны жақсылап қайнатып алу қажет. Одан соң осылай қамырларды салып шығамыз да қатты отта 2 минут қайнатамыз. 2 минуттың ішінде қамыр пісіп шығады. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Толықтай қайнағаннан кейін 2 ғана минут ұстаймыз. Сонымен лапша дайын. Енді осылай ыдысымызға салып бере берсек болады. Өте оңай, ешқандай уақытыңызды алмайтын, жарты сағатта дайындалатын тағам. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіз, өте дәмді болады. Міне біздің лапшаларымыз қарап тұрғандарыңыздай өте керемет болып шығады, ешқандай езілмейді. Айран қосып ішсеңіз, тіптен дәмді болады. Жасап көріңіз, ас болсын. Видео рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп кетіңіз.